Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің оқушылары Абайдан алған Мұхтардың жүрекке бой салар мағыналы сөздерін тыңдады. Сіздердің назарларыңызға Абай жолы роман эпопеясының жолда бөлімінен үзінді ұсынғалы отырмыз. Кеш қараңғы қоюланып келеді. Үлкен үйдің бұрыш-бұрышынан қарауытып түн туып тұтасып келе жатқан тәрізді. Жидебайдағы қыстаудың ең үлкен бөлмесі осы еді. Кілемді, текеметті, алашалы, көрпелі, меймандос мол. Абайдың кәрі әжесі мен өл шешесімен бірге тұратын үйі осы еді. Әлі шам жағылған жоқ. Жұрттың көбі тыста мал жайлап жүр. Кейде кең үйдің іші құлазығандай дағдыдан тыс бір оңаша. Шығыс жаққа қараған терезенің алдында қос тізерлеп, екі шынтағын терезенің алдына салып, негізгі қолдарын үстіне қойып Абай отыр. Бұдан басқа оң жақта жер төсектің үстінде балау атқан Зере бар. Тізесімен тербетіп отырғаны Айғыздың туған немере қызы 3 жасар Күмшат. Құлағы әжесінде, екі көзі сонау алыс көктау, қатбарлы қалың шыңғыш жотасын атырады. Жидебайдан 20 шақырымдай жердегі шыңғыс кешкі шақта ымырт жамыла, көкшілденіп, суық тартып алыстай береді. Жайын күштің жотасы тәрізденген қалың ауыр жоталар мен қатаң суық серек тастар болсын, баршасы да жымжырт қана сілейіп, түнге бейім түсін. Абай дәл мұндай болып құбылған ойнақайды ең алғаш байқаған еді. Тағы бір рет ай шеті қылдырақтай боп көріне түсіп, сөне қалғанда еріксіз күліп жіберді. Мынау ай дәл бір құлдыраған жас бала тәрізденді. Қушынақ тәтті қылығы бар бала. Бір сәтте есік артында тасырлатып, салдыр-гүлдір асығып келе жатқан аяқ дыбыстарын естіді. Сықылдап тұрып, күле қашып, жүгіріп келе жатқан Оспан екен. Қуғыншы бақыр жылап, өлердей күйіп келе жатқан Смағұл. Ол да Абайдың інісі Айғыздан туған. Смағұл Оспанмен түйедей құрдас. Абай терезе алдынан атып тұрып, Оспанның анаған бір зорлық қылып келе жатқанын сезіп, алдынан шығып ұстай алды. Смағұл да кеп Оспанға жабыса түсті. Кіші апа дей беріп еді. Айғыз оны сөйлетпестен қаптап кеп: әлім жетті, қыласың ғой, сендер бір шешеден төлтөсіңдер, көпсіңдер. Кіші апа деймін, не дегенін сұрашы тым құрмаса. Керек жоқ, ер жеткенде білгенің сол ғой. Сен де күндестің баласы деп тұрсың ғой. Құдай-ай, не дейсіз? Ұрған жақсы болса ертең оқудан келер қалелде, сенің сыбағаңды берер, деп орысша оқуда жүрген өзінің үлкен баласы Қалелді де есіне алды. Жасақта асып төбелескеліп тұрған екі күнде ауылдай. Ойпырмай, ана болғанда ақылыңыз осы ма, кіші апа? Жағаласпаса шығарма тіліңді. Бұлар бәйбіше, біз тоқал ғой, кеп көрмекпіз ғой. Абай өз үйінде өз анасынан көрген мұндай әділетсіз зорлыққа жаман күйді. Сұп-сұр болып булығып дір-дір етті. Бірақ жылаған пішін еш білдірмейді. Жолда тарауының эпизоды. Бұл эпизодта Қарқаралы қаласында өтеді. Абай осы жерде әкесінің айтуымен Құнанбайдың жаңағы атқамінерлермен бірге Қарқаралы қаласына келеді. Бұл жерде үлкен бір жаңалық ол Құнанбайдың осы қалада, осы аймақта тұңғыш рет Құдайдың үйі мешіт ашу болады. Осы мешіт ашу арқылы жұрттың бәрі Құнанбайға мақтаулар айтады. Оның төңірекке осы мешіт ашумен абыройын бұдан да ұлғайып аспандап кеткенін айтып жатады жамырасып. Осы жерде Құнанбайдың бұл кезде аға сұлтан кезі және де өзінің досы, сырласы әрі құдасы атақты Алшынбай бимен жолығу туралы әңгіме екеуі кездесіп, осы жерде бір арнайы үйде жолығады. Жолығудағы тағы бір үлкен себеп Құнанбай мен бөжей арасындағы дау жайында болады. Осы дауды реттеуге үкімет тарапынан жаңағы майыр келіп, осы жерде Құнанбай майырдан бөжейді айдату туралы оның ісін жаңағы
karaudu talap etip, birak tübünde osu ekevi kelişip, bu işte ekevi alçınbay şeşet bolup, soğun kelsimge geledi.